Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ет тағамдарына болсын, тауық тағамдарына болсын, шашлыкқа болсын, барлығына үйлесе кететін кереметтей томатный магазиндегі томатный сокты құюымыз керек. Чикен заказ берген кезде соус келеді ғой, мінекей сол соус. Үй жағдайында сіздерге помидордан өткізіп арнайы көрсетіп жатырмын. Енді құйып болғаннан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз да, одан кейін өзіңіз тұтына берсеңіздер болады. Мінекей тоңазытқышта тұрды, 1 сағатта енді алып, тағы да жақсылап араластырып аламыз да. Өзімізге керек жейтін соусымызды бөлек ыдысқа алып аламыз да, қалған артылған соусты таза банкімізге құйып тоңазытқышқа қойып қоямыз. Мінекей достар, томатный соусымыз дайын болды. Бұл соусты шашликпен, чикен болсын, KFC болсын, және тағы да не бар, мантымен болсын, барлығымен күшті үйлеседі. Дәмі міндетті түрде сіздерге ұнайтынына 100%-ға сенімдімін. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.